Сәлеметсіз, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі жасалатын ас тауық етіне нәрлі көкөніс қосылған екіншіге ұсынылатын тағам. Яғни ол үшін міне бір сан курица қажет. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша крупный және мелкий турайсыздар. Одан кейін екі зубчик пияз керек, яғни екі үлкен жуа. Одан кейін құйрық май, қосам десеңіздер қосасыздар, қоспайым десеңіздер өздеріңіз білесіздер. Одан кейін тәтті бұрыш. Мен осындай светін таңдап алдым. Одан кейін міне қараңыздар, тәтті бұрыштан кейін міне полуострый, яғни жартылай ащы бұрыш. Жасылын және қызылын өзім таңдадым. Біз көбірек қосамыз ащы бұрышты, себебі жақсы көреміз. Және міне пекин капустасы. Білмейтін жандарға айтарым, пекин капустасы міне осылай. Осы ақ жерін ғана осылайынан үшбұрыштап турап алып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша барлық размерде турауларыңызға болады. Осындай 1, 2, 3, 4 және құйрық маймен 5 заттан дайындалатын курица с овощами қуыруға кірісеміз. Ең бірінші курицамызды қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылайынан қызартып құйрықты саламыз. Артынан курицаны қуырып алғаннан кейін бұл етті бұқтырудың қажеті жоқ, себебі говяжий салқып пісе қалмай курица тез піседі. Артынша пиязымызды саламыз. Пиязды да осылайынан қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай пияз қатты қызартпай, сарғайтып қана қуырылғаннан кейін үстінен пекинский капустаны саламыз. Және бұны да сәл слегка қызарғанша қуырып аламыз. Қазанның бетін төштетіп жаппаймыз. Ашық отта пісіреміз осылайынан. Үлкен ас қасықпен 2 ас қасық соевый соус қосамыз. Және де 1 ас қасық томатный паста қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы осындай түсте болады және осылай қуырылуы қажет. Үстінен тәтті бұрышымызды сала отыра, одан кейін жартылай ашты бұрышымызды сала отыра, барлығын бір келкілі араластырып алып 15 минут бұқтырамыз. Қазанда ешқандай бетін жаппай ашық отта бұқтырамыз және үстіне осылай чеснок қосылған суды құямыз. Жартылай ғана және тағы да 15 минут бұқтырамыз. Одан кейін үстіне міне сельдерейдің қатты жағын осылайынан турап алып, үстіне салып, барлығын қазанның бетін жауып туштетеміз. Одан ары қарай тұзымызды, бұрышымызды, қалаған дәмдеушімізді салып, қазанның бетін жауып 10 минуттай бұқтыратын боламыз. Міне осымен екіншіге берілетін нәрлі сочный курицамен, яғни тауық етімен көкөніс қосылған тағамымыз дайын. Каналыма тіркеле кетіңіз.